Журналистерге шабуыл жасау 18 факті анықталды сол кезде. Оның 17-сі журналистер кәсіби қызметін атқару кезінде болды. Соның салдарынан 7 журналистке шабуыл жасағандықтан журналистер неше түрлі травма алды. Травмадан кейін олар емделуге мәжбүр болды, ауруханаға барып жүруге мәжбүр болды. Кейбірінің жаңағы аяғын басып кетті, бір адамның аяғын басып кетті машина. Ол енді әрине байқаусызда әдейі барып басқан жоқ, бірақ негізі қауіпті жағдай, өте қауіпті болған дәлелдейтін факт. Тағы бір жағдайда гранатаның жаңағы несі, бір фрагменті бір журналистің бетіне тиген, бір журналистің қолына тигеннің кесірінен 2 саусағын ампутация жасауға дейін барған. Осындай журналистер өздерінің кәсіби қызметін атқару кезінде өте қиын жағдайда болған дәлелдейтін факты. Енді мәселе мынандай бірнеше факт келтірейін. Мәселен, Уральская неделя деген Уральскідегі газеттің стажері Есенжол Елекенов. Ол соққыға жығылып, ауруханаға баруға және емделуге мәжбүр болған. Содан кейін ол тіпті түңіліп кеттім деді, өзімен сөйлескенде. Артынан бұрында ол журналистикада жүрген жігіт еді ғой. Мынадай жағдайды көрген соң журналистердің біздің қоғамдағы рөлі тіптен логикаға келмейтінін көрген соң, ешқандай принцип сақталынбайтынын көрген соң, әбден түңіліп қайда қашарымды білмей басқа жаққа көшіп кетсем бе екен деген ой келді деп ол бірнеше рет осындай әңгімелер айтқан маған. Содан кейін Қазақстан телеарнасының заңгері өздерінің корпусын жаңа қорғау кезінде ме, әйтеуір ол да жаңағы жеңіл-желпі соққыға жығылып, ол да емделуге мәжбүр болған. Қаңтардың 4-нен 8-не дейін құқық қорғау органдары журналистерді 13 рет арестке алды. 13 рет тоқтатып, қайда барасын, не істеп жүрсін, учаскеге апарып, кім екенін анықтап деген сияқты. Және ол сол 13-тің ішінде 11-і ол тікелей журналистердің өзінің кәсіби қызметін атқарып жүрген кезінде. Яғни үстінде жилеткасы болған кезде, қалтасында куәлігі болған кезде оларды ұстап апарып, жаңағыдай тергеу жасап, содан кейін тіпті кейбір жағдайларда арестке алып, 5-тен 10 тәулікке дейін оларды қамауға отырғызған. Қаңтардың 9-нан 28-не дейін журналистер мен блогерлерді допросқа шақыртқан 12 жағдай болды. Журналистерге мындай сұрақ қойылған: ДВК-ға қатысың бар ма, танисың ба, білесің бе, кіммен араласып тұрасың, арада делдалдар бар ма деген сияқты. Не себепті олардың кәсіби қызметімен айналысып жүрген қоғам білсе де, құқық қорғау органдары білмейтін болып шықты. Неліктен митингіде жүрдіңдер депті. Сонда енді журналист не істеу керек? Қиын қыстау кезеңде, қауіп төніп тұрған кезде қоғамға, елімізге журналист үйінде отыру керек пе, я редакцияда тығылып отыру керек пе? Осы жері түсініксіз. Неліктен митингіде жүрдің деген сияқты әңгімелер болыпты. Сосын мынадай жағдай: журналист түсіріп жүрген кезде, әрине, оның есінде бір нәрсе қалады, бір нәрсе қалмайды. Көп нәрсе фактаж болып, оның несіне, камерасына немесе телефонына түсіп қалса, соны артынан ол өзіне фактаж ретінде жазып алуы мүмкін. Бірақ түсіріп жатқан кезде мынау анандай болды, мына жерде 3 адам тұрды, ана жерде 5 адам тұрды деп айта алмайды. Бірақ көптеген жағдайларда полиция оларды біз жай ғана куә ретінде шақырдық. Не көрді, не білді деген сияқты деп түсіндіріпті. Енді неге жүрдіңдер дегеннен кейін. 10 факты журналистерді я әкімшілік, я қылмыстық іске байланысты
іс қозғалуына байланысты 10 факті болды. Мәселен, 7-еуі ол әкімшілік тәртіпте болса, 3-еуі 274 бап бойынша қылмыстық кодекстің 274 бап, білесіздер, ол 14 жылы, қателеспесем 14 жылы енген бап біздің жаңа кодекске, және ол кейбір кезде тіпті ойдан шығарылған сияқты бап болып көрінеді, өйткені жалған ақпаратқа бізде негізі қылмыстық кодексте бап бар. Бірақ бұл күрделілеу, біле тұра, алдын ала жағдайды біле тұра, нақты біле тұра, сондай жалған айтуға немесе таратуға барды деген мағынада. Осыған байланысты Жеңіс Құспан деген қазір блогер, бұрын журналист, мүмкін білетін шығарсыздар. Ол жігіттің тәжірибесі мол. Сол жаңағы мынадай мәселеге шақырды оны. Ол неден, ютубтан ба немесе фейсбуктен бе нелердің, полициялардың жаңағы маршпенен келе жатқан видеосы бар, бірақ сырт жағында дыбысы шалкет. Кешіріңіздер, анекдот сияқты екен, бірақ енді шалкет деген дыбыс. Сосын не істейді енді? Нағыз журналист Жеңіс Құспан не істейді? Ол алаттағы, мынаған сенбеңіздер, мына нелердің, тиктокерлердің шығармайтындары жоқ, мынаған сенбеңіздер деп, жаңағы бір-екі ауыз сөз сөйлем жазаттағы әлгін таратып жібереді. Содан бұны шақырады. Неге істедің, қалай істедің деген сияқты. Соныменен не керек? Қаңтар айында шақырылған журналистің ісі бүгін хабарластым осы жиынға келер алдында. Өйткені ай сайын хабарласып тұрам. Іс нетті ме, жабылды ма, не болды, арты не болды деп. Сол кезде айтты, жоқ, іс сол бойынша ешқандай хабар жоқ ол іс туралы. Және менен алып қойған телефонын әлі берген жоқ деді. Шақырған да жоқ деді. Сонымен жағдай осылай.